Жаңа жер. Бірінші бөлімнің 14-ші тарауы. Кеңес. Бұл тарасынан шыққан Кэрол абдырап қалды. Бұл басқа жер. Бұл мен іздеген жер емес сияқты. Мен өзімді басқа өлшемде жүргендей сезінемін. Мен ғаламды, жұлдыздарды, галактикаларды көрдім. Бұлт көліктің рөлін атқарады және мені өткелден өткізеді. Мен күрт көтерілдім. Енді бұлт жарық шарына ұқсап кетті. Мен бұл жерден де ұзағырақ өмір сүрген жүйеме барамын. Бірнеше жұлдызды бірнеше күн жүйесі бар. Мен үйіме достарыма кетіп бара жатқандаймын. Олар мені сағынды. Долорес. Сені осы жүйенің белгілі бір жері қызықтыра ма? Кэрол. Иә, ол алдымнан шыға келді. Қазір мен сол ғаламшардың біріндемін. Мұнда өте үлкен ғимарат бар. Айналасында топырлап жүрген адамдар өз істерімен айналысуда. Бұл ғимарат штаб пәтердің бір түрі ғой. Долорес. Неге бұны штаб пәтер деп ойлайсың? Кэрол. Ол жерде менің кеңсем бар. Бұл жерде көп болдым. Кейбір адамдар менің ол жаққа энергиямен көшетінімді біледі. Долорес. Өзіңнің кеңсеңе кіргің келе ме? Кеңсеңнің қандай екенін айтып берші, Кэрол. Ол әйнектелген ғимараттың соңғы қабатында. Алыстан тау мен су бұрқыраған көріп тұрмын. Бұл жерде көп нәрсе жоқ, бірақ кең, өте үлкен. Жұмыс үстелімнің үстіне компьютер қойылған. Бұл менің дерек қорым, экран, үстелдің беті. Мен оған денесіне қарауды өтіндім. Денесінің сәл өзгешелігі болса да, адамның денесіне ұқсады. Ол өзін ер адам сияқты да, әйел адам сияқты да сезінбеді. Екеуі де емес, болмаса екеуі де бір нәрсе. Ол шалбар, юбка және кең куртка киген. Мен өзімді мәңгі кәрі және жас сезінемін. Мен еркек те, әйел де, жас та, кәрі де емес сияқтымын. Бұл дамыған адамзат қоғамы. Бұдан басқа да ерекше нәрселер болды. Шыны терезелер, бірақ бұл мәліметтер базасының экраны емес. Мен оларды көрсетсем болды, іске қосылады. Долорес. Сонда сен әйнек терезеден қарап тұрған жоқсың ба? Кэрол. Дұрыс. Бұл әртүрлі функцияларды орындайтын шыны панельдерге ұқсайды. Долорес. Бұл кеңседе немен айналысасың? Кэрол. Мен директормын, кеңес мүшесімін. Долорес. Сондықтан сізде мәліметтер базасы болу керек пе? Кэрол. Иә, біз жүйелерді бақылап отырамыз. Долорес. Өз жүйеңнен басқа жүйелерді ме? Кэрол. Иә, басқа ғаламшарларда да біздің желіміздің бөлімшелері бар ғой. Бұл қайырымдылық үкіметтері, олар көптеген ғаламшарларда бар. Мен сол жерді сағындым. Міне, менің достарым да, отбасым да осы жүйенің ішінде. Мен де жердегі осы жобамен айналысып қалдым. Долорес. Жоба деген не? Кэрол. Біз эксперимент жасаушы топтың бір бөлігіміз. Жердегі жобаға қатысатындарды басқарамыз. Біз жердегі адамдарға эксперимент жасаймыз. Жобаның іске асуын қадағалаймыз. Долорес. Сіз ол жақта басынан бастап жүрдіңіз бе? Бұл өте ұзақ болған шығар. Бірақ сіз әртүрлі жүйені бақыладым деп айттыңыз. Кэрол. Иә, ғаламдағы өзге ғаламшарларда басқа да эксперименттер өтуде. Жер жалғыз емес, адасып жүрген басқа да ғаламшарлар бар. Долорес. Жер адасып жүрме? Кэрол. Жер емес, адам. Долорес. Бәрі жолынан адасты ма? Кэрол. Жоқ, кейбірі өте жақсы дамыды. Долорес. Адамдардың адасуына не себеп болды? Кэрол. Араласу себеп болды. Мен қазір қарап отырмын. Деректер базасында. Тарихты тексеріп отырмын. Кейбір бактерияларды енгізді. Бұл ДНК-ны өзгертті. Бірақ біз экспериментті әрі қарай жасап, соңында не болатынын көргіміз келді. Бұл Филдің Бақты қорғаушылары кітабында жер енді дамып келе жатқанда құлаған метеорит туралы айтқанына сәйкес келеді. Ол белгісіз бактерия таратып, ауру пайда болған. Соңында бұл жер бетінде мінсіз адам жасап шығарамыз деген экспериментті құртты. Кэролдың кеңес бұған қатты ренжіді дегені дұрыс.
олар бәрін жойып қайта бастауы керек, немесе адам ешқашан мінсіз түрге айналмайтынын түсініп, бәрін сол күйі қалдыруы керек. Экспериментті жалғастыратын болды, өйткені оған көп уақыт пен күш жұмсалды. Бұл сонымен қатар өзге ғаламшарлықтардың да әлі де жер бетінде кейбір эксперименттерді жүргізіп жатқанын білдіреді. Олар адамзатты бастапқы қалпына апарғысы келеді. Бастапқыда адамзат ешқашан ауырмайтын, саналы түрде дайын болмаса өлмейтін түр болуы керек еді. Долорес, бастапқы жоспарды метеорит құртты дегіңіз келе ме сонда? Кэрол, бірақ біз ештеңе жайдан жай болмайтынына сенімдіміз ғой. Долорес, мен адам денесінің пішіні ең функционалды деп естідім. Бұл оның көп жерде қолданылатынына байланысты шығар. Кэрол, бұл көп түрдің қосындысы. Адамның бойында бауыры мен жорғалаушылардың да элементтері бар. Долорес, егер сіз осында басынан бастап жүрсеңіз, онда сіз өлмейсіз. Солай ма? Кэрол, біз басқа уақыт өлшемінде өмір сүреміз. Долорес, біз жер тұрғындары адам денесі жасушадан пайда болды. Сондықтан көп уақыт керек деп ойлаймыз. Бірақ сіз уақыт дегеннің не екенін білмейсіз бе? Кэрол, заттар пайда болады. Заттар ойдан пайда болады. Долорес, сен ол жерде бақытты болдың ба? Неге ол жерден кетіп қалдың? Кэрол, тек бақылап отырмай өзім де сезінгім келді. Мұның қиын болатынын білдім. Мені осылай істеуге көндірді. Өйткені мен осы жерге керек едім. Олар менің кетіп қалғанымды қаламады. Соңында барамын деп шештім. Өйткені бәрін іштей түзете аламын деп ойладым. Мен шебермін. Долорес, егер сен шебер болсаң, кез келген нәрсені істей аласың ба? Кэрол, бірақ бұл оңай емес. Долорес, олардың кеңесіне құлақ аспасаң, мінезің тік болуы керек. Кэрол, бұл менің бір қасиетім. Мен өнер тапқышпын. Ойлап табу үшін, бір нәрсені істеу үшін жаратылысты жан-жақты білу керек. Мен жаратушымын. Долорес, жер бетінде өмірді құруға басынан бастап көмектестім деп айттың. Кэрол, мен тек көмектестім. Біз көп болдық. Долорес, содан кейін тікелей қатыстыңыз ба? Кэрол, кішкентай болдым. Микрокосмда жүрдім. Микрокосм әртүрлі түрге айналмас бұрын молекуладан басталатын ең төменгі тіршілік деңгейі. Долорес, жерге барғанда осы деңгейден бастау керек болды ма? Кэрол, жоқ. Мен қалағанымды істедім. Басқа адамдар бұл қажет екенін сезінеді, ал мен қалағанымды істеймін. Долорес, микрокосма деңгейі адамның алғашқы формасы ма? Кэрол, бөлшегі, сананың бөлшектері. Электроннан да кішкентай, ядродан да кішкентай, мап-майда. Мұны сөзбен сипаттап жеткізе алмаймын. Долорес, осы деңгейде не білуің керек еді? Кэрол, тек энергияны кішкентай болу өте қызық. Долорес, сен қайтып оралмас бұрын ұзақ процестен өтуің керек пе? Кэрол, мен кез келген уақытта орала аламын. Долорес, егер таза энергия кейінен бастағың келсе, қандай формаға көштің? Кэрол, мен ағаштың, электронның, бөлшектің, жарық толқынның, ядроның, жұлдыздың, планетаның, мұхиттың, судың, аңның, бауырмен жорғалаушылардың, адамның, тастың және басқа да көптеген нәрселердің түрінде болдым. Долорес, әртүрлі пішінде жүргенде бірдеңе үйрендің бе? Кэрол, жоқ, жай ғана болдым. Маған оқудың қажеті жоқ еді. Маған тәжірибе жинау керек болды. Тек тәжірибе. Долорес, бірақ келуге міндетті емес едің. Бұл жеке шешімің бе? Кэрол, маған осыны талап етуге тура келді. Олар менің жолымды бөгемекші болды. Сол кезде мен жол беріңдер дедім. Долорес, олар сені тоқтатпады ма? Кэрол, жоқ.
Еркіндік әрқашан құрметті. Долорес: демек, осы формалардың бәрінен өтіп барып, адам денесіне кірдің бе? Кэрол: иә, біраз уақыт адам болдым, бірақ кейін тоқтадым. Ол кезде тым дөрекі едім. Өмірдің әртүрлі түрін білуге тырыстым. Механизмде ненің дұрыс емес екенін білгім келді. Бактериялар қалай зиян тигізді, оны түзеуге бола ма деген сияқты. Долорес: зиянды қалай түзеуге болады? Кэрол: зиян эволюцияның бағытын өзгертті. Мұны тек осындай жағдай арқылы түзеуге болды. Бақылаушы бола жүріп, мұны түзету мүмкін емес. Долорес: осы үшін әртүрлі түрде өмір сүрдіңіз бе? Кэрол: иә, маған бәрін көру керек болды. Долорес: бір өмір жақсы, бір өмір жаман болады емес пе? Кэрол: жаман өмір деген иллюзия. Жақсы мен жаман бүтіннің екі бөлігі. Жаман эволюцияның катализаторы. Долорес: бірақ адамдар барлық жағымсыз нәрсені жаман деп санайтынын білесіз бе? Кэрол: олар оны эволюциялық катализаторы деп өзгертуі керек. Бұл катализаторлар бізге эволюция үшін берілген, ал бізге жаман болып көрінетін нәрсе. Долорес: менің ойымша, жер тұрғындарының көзқарасы бойынша, сіз мұны өте ұзақ уақыт бойы істеп келе жатырсыз. Кэрол: мен кетіп қалып қайта келдім. Мен мұнда үнемі болған жоқпын. Бұған дейін бізде жердің мұз дәуіріне дейін басқа жобалар болды. Бар жоғы 6 жоба. Долорес: не айтқыңыз келеді? 6 нені білдіретінін түсіндіріңізші. Кэрол: жүздеген мың жыл бойы жер бетінде тіршілік болған жоқ. Бірақ 6 кезең болды. 6 кезеңде жер бетінде күрделі тіршілік формалары болуы мүмкін. Біз оны әр уақытта қолдандық. Адамдар, жануарлар мен өсімдіктер болған кезде. Алғашқы 2 кезеңде адам болған жоқ, тек басқа түрлері болды. Қазіргі сіз білетін түрлер емес. Адамдар бұл біз тәжірибе жасаған көптеген тіршілік формаларының элементтерін біріктіретін кейінгі эксперимент. Адам ең таңғаларлық идея. Долорес: қазіргі күйінде болды ма? Кэрол: жоқ, бұл осындағы 6-шы эксперимент. Соңғы 4 эксперимент кезінде адамның формасы болды. Бірақ біз көптеген галактикалардағы адамдарға эксперимент жасадық, және олар басқа ескі түрлерге қарағанда жаңа өнер табыс ет. Бірақ олардың кемшілігі көп болды. Бірақ біз саналы денені іздедік. Біз әлі мінсіз физикалық денені тапқан жоқпыз. Бірақ оны іздеп табатын мәңгілік бар. Долорес: оны жетілдіруге тырысу керек пе? Кэрол: мәселе жетілдіруде емес, керісінше тәжірибеде секілді. Мінсіз күйге жеткенде, ол енді мінсіз емес секілді болып, басқа нәрсені іздей бастайсыз. Долорес: жер бетінде тіршілік еткен кейбір адамдар түрлері жойылып кетті емес пе? Кэрол: дұрыс айтасың. Жерді тазартып, бәрі басынан басталды. Долорес: бәрі күткендей болмады ма? Кэрол: ештеңе күткен жоқ. Кейде біз экспериментті конструктивті емес болып көргенше істей беруге мүмкіндік береміз. Кейде эволюциялық регрессия басқа эксперименттерге қауіп төндіруі мүмкін. Ол кезде біз оны тоқтатуымыз керек. Долорес: бұл өте ауқымды жоба емес пе? Кэрол: бұл бүкіл ғаламға қатысты, бірақ басқа да ғаламдар бар. Долорес: олар бір-біріне әсер етуі мүмкін, сондықтан олардың барлығын бақылау керек пе? Кэрол: иә, сонымен қатар біз эксперименттердің бір-бірімен қиылыспауын қамтамасыз етуіміз керек. Олар бір-бірінің дамуына кедергі болуы мүмкін. Адамдар техникалық жағынан дамып, басқа эксперименттерге кедергі келтірген кездері болды. Біз бұған жол бермеуге тырыстық. Долорес: жерге келген сіз сияқты басқа тіршілік иелері бар ма? Кэрол: иә, өте көп, әсіресе қазір. Долорес: олар еріктілер ме? Кэрол: ешкім ешкімді мәжбүрлемейді. Долорес: эволюцияның осы кезеңінде келген еріктілердің әртүрлі түрімен сөйлестім. Осында келгенде не істеуің керек? Кэрол: қайта құру керек.
Долорес, барлық адамды ма? Кэрол, біз мұнда оқыту үшін келдік. Біз оқытқанда басқаларға өзін қайта құруды үйретеді. Олардың жүйке жүйесі зақымдалған. Осылайша, әр адам жүйке жүйесін өзі қайта құру керек, себебі ол зақымдалған. Ол үшін басқа біреу жасай алмайды. Бұл экспериментті біз белгілі бір бағытта дамытуға тырысамыз. Содан кейін кетеміз. Долорес, осы адамдарға қажет пе? Кэрол, саналы болу үшін қажет. Долорес, демек бұл қосымша ақпаратты сақтау үшін қажет емес пе? Кэрол, жоқ, адамдарға сезім эволюциясы, жүрек эволюциясы қажет. Олар жүрек тепе-теңдігіне жетпестен, сезім эволюциясынан өтпестен жаңа технологияларды табысты игерді. Бұл өте жойқын құрал болып шықты. Сондықтан жүрек осы білімге сәйкес келетін деңгейге жеткенше дамыту үшін келдік. Долорес, неге адамдар саналы болуы керек? Кэрол, билікті ақылмен пайдалану үшін, өйткені билікті дұрыс пайдаланбау адамның басты қателігі. Адам әлі толық қалыптасып үлгермеген бастапқы кезеңде бактерия жүйке жүйесін зақымдады. Долорес, сонда сіз жаман тенденцияларды тоқтатуыңыз керек пе? Кэрол, оларды басқа бағытқа бағыттаңыз, өйткені жақсы мен жаман бір-бірінсіз өмір сүре алмайды. Сол сияқты қараңғы мен жарықты материяның бір бөлігі, екеуін де ақылмен пайдалану керек. Өйткені жақсы нәрсені дұрыс пайдаланбауы мүмкін. Долорес, көптеген еріктілер адамға көмектесу үшін адам кейпіне енетінін білемін, бірақ сіздің миссияңыз басқа сияқты. Кэрол, біз адамзатты құтқару үшін келген жоқпыз. Бұның соңы немен бітетінін көру үшін келдік. Долорес, сол үшін Кэролдың денесіне ендің бе? Кэрол, сондықтан мен ең күрделі құрылымды қайта құруды шештім. Адамдардың биологиялық тұрғыдан ауыр зақым алуын түзетуге болатын жалғыз жол осы. Долорес, сен оның денесіне кішкентай кезінде кірдің бе? Кэрол, мен осы денеде дүниеге келдім. Долорес, бұған дейін де адам болып өмір сүрдің бе? Кэрол, бұл менің бар өмірім. Мен тұлғамын. Бұл бір тұлғаның өмірі. Долорес, демек сіз Кэролды басқаларға үйрете алатындай етіп қайта құрылымдауыңыз керек. Солай ма? Кэрол, тыңдайтындардың бәрін. Долорес, сіз оның басқаларға үйретуге тырысатын метафизикалық мектебі бар екенін білесіз. Кэрол, мектепті құруға көптеген жандар қатысты. Мен, егер осылай айтуға болса, операцияның миы болдым. Долорес, демек, оның миына мектеп құру идеясын сен салдың ба? Кэрол, жоқ, ол осы идеямен дүниеге келді. Ол тумай тұрып, мұны бір топ тіршілік иесі енгізген. Бұл оның тағдыры. Долорес, бұл жақсы идея, адамдарға көмегі тиеді. Бірақ қазір мектепте қиындықтарға тап болды. Кэрол, ол адамның мүмкіндігіне қарап көп нәрсені анықтайды. Долорес, оған өзі тұйыққа тірелгендей, идеясы да таралмай жатқандай көрінеді. Кэрол, бұл солай, ол жай ғана бәрінің өз бағытымен өтуіне мүмкіндік беруі керек. Ол адамның мүмкіндігіне қатты үйір. Долорес, оған жаңа оқушыларды қалай тарту керегін айта аласыз ба? Кэрол, біз осымен жұмыс істеп жатырмыз. Бізді ол бәрі бір жерде деп атайды. Долорес, ол оқушыларды интернет арқылы іздейді. Менің ойымша, сіз оның не екенін білесіз. Кэрол, бұл бізде бар нәрсенің қарабайыр нұсқасы. Интернет ақпаратқа қол жеткізетін мүмкіндік. Бұл бірінші қадам, бірақ егер бұл түрдің жүрегі теңдеспесе, бұл процесті тоқтатамыз. Долорес, экспериментті қалай тоқтатасыздар? Кэрол, біз ғаламды жойып жібере аламыз. Ол үшін бізге тек ғарыштық күштердің бағытын өзгерту жеткілікті. Егер технологиялық прогресс жүректің тепе-теңдігінсіз жүре берсе, бәрі жойылуы мүмкін. Долорес, бұл бәрі жойылады деген сөз. Солай ма? Кэрол, жоқ, ештеңе жойылмайды. Долорес, бұл бүкіл экспериментті бүлдіреді.
Кэрол, ол қайтадан басталады. Ештеңе ешқашан жойылмайды. Барлығы энергияға айналады. Энергияны басқа бағытқа бағыттауға болады. Шын мәнінде ештеңе жойылмайды. Долорес, егер экспериментті қайта бастасаңыз, бұл жеңілгеніңізді мойындағаныңызды білдірмей ме? Кэрол, жоқ, бұл дұрыс бағытты таңдамағанымызды білдіреді. Біз үшін бәрі дұрыс болатынына сенемін. Өйткені біз экспериментті бұрынғыдай сырттан емес, іштен басқарамыз. Біз сырттан емес, іштен серпін береміз. Өйткені қалыптың ортасынан бастап даму керек. Әзірге бағытымыздың дұрыс емес екенін көреміз. Көп адамдар әлі де қате нұсқаумен жүреді. Долорес, бұл жаңа жердің пайда болуымен байланысты ма? Кэрол, бір ғана жер бар. Ол өзгереді немесе өзгермейді. Долорес, мен жердің тербеліс жиілігі өзгеретінін естідім. Кэрол, жерде басқа өлшемдер болады. Біреуден көп болады, әлде қайда көп, екіден де көп. Жердің көп деген шындығы болады. Долорес, бірақ бір нұсқада бұрынғыдай жағымсыз нәрселер бола ма? Кэрол, иә, бұл сіз ойлағаннан да сұрқай шындық. Жердің тозаққа бергісіз нұсқалары да болады. Өйткені біз адамның қаншалықты төзетінін білгіміз келеді. Долорес, жаман адамдар шынайы жерге ауыса алмайды деп естідім. Кэрол, олар өздеріне сай келетін шындықпен қалады. Белгілі бір тербелістерге бейімделе алмайтындар өледі. Біз тұқымды тазартамыз. Сезіміне сай таңдайтындар ауысуы керек. Долорес, демек, сіздің жұмысыңыз адамдарға бірдеңе болатынын білдіруі ме? Кэрол, бәрі біледі. Әртүрлі жолдар мен бағыттар бар. Оның да бағыты көп, бағыттың біріндей. Мақсат бір, бірақ оған апаратын жол бөлек. Долорес, сонда бір жол жоқ па? Кэрол, жай ғана жол бар. Алға жүру үшін адамның жүрегі дамуы керек. Өйткені қазіргі жағдайда біз техникаға мүмкіндік бердік. Прогресс жүректің эволюциясынсыз өтеді. Біз оның алысқа ұзап кетуіне мүмкіндік бердік. Не болатынын көру үшін осылай істедік. Біз не болатынын көрдік. Мұны қайталаудың қажеті жоқ. Енді жаңа бағыт керек. Болмаса мүлдем керек жоқ. Долорес, не болуы мүмкін? Кэрол, жұлдыздар соғысы. Бұл фантастика емес. Бұл алыс галактикада орын алды. Долорес, егер адамдар осы бетімен кете берсе, жерді жойып жібере ме? Кэрол, олар бүкіл жүйені және біз оларды қатыстырмайтын эксперименттерді құртуы мүмкін. Долорес, демек сіз біздің осы бағытпен жүрмеуімізді қадағалап отырасыз ба? Кэрол, эксперимент бақылаудан шығып кетпеу керек. Долорес, адамдар бұл туралы білмей ақмақтық істейді. Ол қандай өмір, оның қазіргі өмірмен байланысты екенін көргісі келді. Кэрол, ал мен сол өмірмін. Долорес, сен ессіз әлемге өзге ғаламшардан ерікті болып келген жаратылыссың. Кэрол, мен түспедім, мен ауыстым. Содан кейін түп сананы шақырып, неге өміріндегі сол сәтті көрсеткенін сұрадым. Кэрол, ол өзінің топтық жан екенін көргенін қаладым. Ол жалғыз жаратылыс емес. Ол бір ғаламшардан бір ғана аспектіні көрді. Ол әртүрлі ғаламшарға таралған топтың бір бөлігі. Долорес, оның кеңес деп атағаны осы ма? Ол оның бір бөлігі ме? Кэрол, иә, кеңес бір тұтас. Долорес, неге ол мұны білу керек еді? Кэрол, мектебінің қайдан шыққанын көру үшін қажет. Ол артында топтық энергия бар деп күдіктенді. Бірақ оны соншалықты үлкен нәрсе деп ойлағысы келмеді. Ол өзін ерекше санағысы келмеді. Белгілі бір мағынада бәрі мойнына түскенін қаламады. Содан кейін мен оның физикалық проблемасы туралы атап айтқанда қалқанша безі туралы сұрадым. Ол оны емдеу үшін дәрі ішті. Бұл өте маңызды мәселе болды. Түпсана бұлай ауруына қорқыныш пен қатты ашуланғаны себеп болды деді.
бірақ бұл ауруды қорқыныштан емес, қатты ашуланғаннан тапты. Долорес: ашу қайдан пайда болды? Кэрол: соқтықпалы соқпақты жолмен жүрді. Долорес басынан өтіп жатқан жағдайға мойынсұнғанын айтты. Кэрол: белгілі бір мағынада солай болғаны рас. Ақыл-ойы осыған көнді. Жүрегі бәрін кешірді, бірақ денесі көнбеді. Бар мәселе жасушалы есте сақтауда. Ол сондай-ақ өзін-өзі өлтіру туралы да ойлады. Дәрігерлер Кэролға дәрі ішпесе өлетінін айтты. Түпсана қалқанша безімен жұмыс істей бастады. Мен одан не істеп жатқанын сұрадым. Өзін бостап демалып отыр. Адам ағзасында әлі де 40-50 жыл өмір сүру үшін өзін жақсы сездіртіп, демалдыртып отырмын, деді. Ол сондай-ақ мектебін кеңейтіп, бүкіл әлем бойынша филиалдар ашатынын айтты. Сіз әлі ештеңе көрген жоқсыз. Ол мұнда 40 жыл өмір сүрді. Жерде өмірге келмеген тіршілік иесі үшін бұл ұзақ өмір. Қоштасу хаты. Жарық шығарудан қорықпа. Күшті болудан қорықпа. Ерекше болудан қорықпа. Ол басқалар сияқты болмағаннан қорқады. Ол өзінің эготынан қатты қорқады. Өйткені эго сезімді өлтіреді. Сондықтан ол одан қатты қорқады. Ол эгосы жақсы жұмысын құртқанын көрді. Ол эгосын жақсы жұмысты құртқанын қаламайды. Сондықтан ол өзін төмен деңгейдегі адам секілді ұстайды. Бірақ оған жетістікке жету үшін эгомен күресудің жолы айтылады. Осылайша тіпті жоғары рухтар да бетінен қайтаруға тырысқанына қарамастан жерге келуге шешім қабылдаған сияқты. Тіпті аватар да шыдамай сынып кетуі мүмкін деп айтты.